Барлықтарына сәлем, сендермен бүгін біз математикада есептер шығарудағы жіберілетін топ 5 қателік талдаймыз. Ендеше кеттік. Номер 5-ші орындағы қателік. Бұл өте қарапайым есеп, яғни түбірасты 7 қосылған түбірасты 4 тең түбірасты 11. Яғни қосу және азайту амалдарында түбірасты ортақ болып есептелмейді. Ол тек көбейту және бөлу амалдарына тиесілі. Бұл жерде бізде мысалы түбірасты 3 көбейтілген түбірасты 9 болған кезде түбірасты ортақ болып есептелініп 3 көбейтілген 9 тең 27 болып есептелінеді. Яғни жауабы түбірасты 27. Келесі қателік, нөмір 4-ші. Бұл яғни бөлшектерде азайту амалы. Бізде бөлшектердің бөлімі бірдей болса, оларды ортақ бөлшек ретінде қарастыруға болады, бірақ олардың екі бөлшектің ортасында азайту амалы тұратын болса, онда бізде екінші бөлшектің алымы өзгертіледі, яғни таңбасы. Мысалы, көп адам қателесіп, өзгертпей жазады, яғни минус қалып 9х қосылған 7 дейді. Бірақ шын мәнінде біз екінші бөлшектің алымын жақшаға алсақ, бізге оңай болады. Ал жақша алдында минус тұрса, жақша ашылғанда ішіндегі таңбалары керісінше болып өзгереді. Яғни азайту қосуға, қосу азайтуға. Бізде сонда есептің жауабы 4х азайтылған 3 минус 9х минус 7 болады. Яғни бөлшектің алымы осындай болады. Ал жалпы есептің жауабы минус 5х азайтылған 10 бөлінген х плюс 6-ға тең. Нөмір 3-ші орындағы қателік. Бұл өте қарапайым қателік, бірақ көп адам бұны біледі, бірақ есептер шығару барысында тез шығарған кезде осындай қателік жібереді. Яғни x квадрат тең 16-ға. Бұл жерде егер x квадрат болса, бізде 2 түрлі жауап шығады, x бір дәрежелі болса 1 жауап, ал x куб болса 3 түрлі жауап шығады. Яғни x квадрат тең 16, көп адам бұның бір-ақ жауабын белгілейді, яғни x тең 4. Бірақ шын мәнінде x-тің 2 жауабы болады. Олар x тең 4, x тең минус 4. Себебі плюс 4-ті де, минус 4-ті де квадраттағанда бізде бір жауап шығады. Ол 16. Енді келесі қателік, нөмір 2-ші орындағы қателік, ол минус 4х кем 20-дан. Яғни бұл жерде минус 4х-ті бөлшектің мына бетіне жіберіп, 20 бөлінген минус 4х дейміз. Яғни ол дұрыс. Бірақ бұл жерде таңба өзгереді. Себебі теңсіздіктің екінші бетінен бір бетіне минус таңбалы санды көбейту және бөлу ретінде жіберетін болсақ, бізде таңба керісіншеге өзгереді. Яғни бұл жерде x кем минус 5-тен болмайды, керісінше x артық минус 5-тен болады. Дұрыс жауап осы. Енді келесі бұл номер 1-ші орындағы қателік. Бұл көп адам шатастыратын формула, яғни a квадрат минус b квадрат және a минус b квадрат. Бұл екі түрлі өрнек, бұдан екі түрлі жауап шығады. a квадрат минус b квадрат дегеніміз ол a минус b көбейтілген жақшаның ішіндегі a плюс b. Ал a минус b-ның квадраты дегеніміз ол a квадрат минус 2ab қосылған b квадрат. Мінекей, осымен біз математикада жіберілетін топ 5 қателік талдадық. Сіздермен бірге болған математика пәнінің мұғалімі Бекбаев Бағдат. Біздің парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.